Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі бізде 122-ші сабақ. Бірінші есепте өзіміз есеп құрастыруымыз керек. Мысалы, киноға немесе концертке деп алайық. Концертке баладан 45 адам келді. Мысалы, 45 бала келді. Бұл 3 есе артық ересектерден. Барлығы қанша адам концертке келді. 45-ке қосамыз, 45 бөлінген 3-ті. Себебі бұл жерде бұл деп тұр. Және есе артық бұл тұрса, онда бізде кері амал жүреді. Сонда 60 адам концертке келген екен. Екінші есепте жүгірді 25 минут. Бұл 5 есе кем. Яғни сіздер бүйтіп қою керексіздер. Бұл 5 есе кем жаяу жүргеннен. 25-ті 5-ке көбейтеміз. Есе кем деп тұр, біз кері амал қолданамыз. 25 минут екен. Екінші есепте түске дейін 205 бала. Бұл 68 артық. Мына жерге бүйтіп салуды ұмытып кетіппін. Бұл 68-ге артық. Түстен кейінгіге. Енді барлығы қанша бала екен табуымыз керек. 205-ке қосамыз. 205 азайтылған 68-ді. Жауабында 242 бала. Өнер бөліміне 160. Бұл 4 есе артық. Мультимедиа бөлімінен. Олар қанша болса, сонша Қазақстан кітаптары бөліміне оқырман келді. Енді 160-қа қосамыз, 160 бөлінген 4-ті. Бұл жерде білеміз, ережені бұл тұрғасын кері амалы жүреді. Енді қосқанда бізде 200 оқырман келген екен. Ол Қазақстан кітаптары бөліміне. Үшінші есепте кесте бойынша, сызба бойынша өзіміз есеп құрастыруымыз керек. А есебінде бірінші дүкенде 250 кітап сатады. Ал екінші дүкенде 200 кітап. Енді қаншаға артық екен табуымыз керек. 250-ден 200 азайтсақ, 50 кітап артық. Бірінші дүкенде, екінші дүкенге қарағанда 50 кітап артық екен. А есебінде бірінші сатушы, мысалға, бір ай бойынша 145 кітап сатты. Екінші сатушы белгісіз, бірақ 3 есе артық сатты бірінші сатушыдан қарағанда. Барлығы қанша кітап сатқанын табуымыз керек. 145-ке қосамыз, 145 көбейтілген 3-ті. Мына жерде артық деп тұр, сыймай қалғасын А дей салдым. Сонда бізде 580 кітап барлығын бір ай бойынша сатқан екен. Төртінші есепте қайын 150, терек белгісіз, 2 есе артық. Барлығы қанша көшет екен табуымыз керек. 150-ге қосамыз, 150 көбейтілген 2-ні. Жауабы барлығы 450 көшет. Бесінші есептің астында мен А деп жазып қойдым. Өзіміз пиктограмма бойынша сұрақтар құрастыруымыз керек. Мысалы, кім кітап оқиды, кім теледидар көрмейді, немесе кім футбол қарайды деген сияқты сұрақтар қойсаңыздар болады. Ал А есебінде өздеріңіздің отбасыңыз туралы пиктограмма қойсаңыздар болады. Алтыншы есепте бізде заңдылықтар берілген. Яғни берілген дегенде астында мысалы бәрі соңына дейін берілмеген. Яғни бұл жерде қандай заңдылық? Барлығы тақ сандар. Сонда 1, 3, 5, 7, 9, 11 ала тұрайық. Ары қарай да бар енді сандар. Бұл жерде қалай? Неше сан қосылып тұр? 2 сан. Мұнда да 2 сан қосылып тұр. Бұл жерде де 2 сан. Сонда 5-ке 2-ні қоссақ 7 шығып тұр. 7-ге 2 қосқанда 9 шығып тұр. Енді 9-ға 2 қосылғанда бізде 11 шығып тұр. Сөйтіп қосу арқылы бізде осылай сандылығымызды ары қарай жалғастырамыз. Келесі А есебінде бізде 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13 сияқты сандары берілген. Ары қарай да жалғасады.
Бұл жерде енді бізде бір сан қосылып тұр. Бірге бірді қосқанда 2. Одан кейін 3 сан қосылып тұр. 1 сан қосылып тұр. Одан кейін 3 сан қосылып тұр. 1 сан қосылып тұр. Одан кейін 3 сан қосылып тұр. Сонда біздің заңдылығымыз қосылған 1, қосылған 3 болады. А есебінде. Ал А есебінде болса, бізде қосылған 2 заңдылығы жүреді. Сонда бұл жерде біз қалай жалғастыра аламыз? Міне 1, 3, 5, 7, яғни 17 болады ары қарай. Тағы 19, сөйтіп кете береді. Енді келесі А есебінде 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14. Бізде мына жерде 3 қосылып тұр, 1 қосылып тұр. Енді бұған 3 қосу керекпіз ғой. 17, оған 1 қосамыз, 18. Осылай тағы да ары қарай жалғаса береді. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.